Адам өміріндегі ең қымбат байлық – уақыт. Ақшаны қайта табуға болады. Жоғалған дүниені орнына келтіруге болады. Бірақ өткен уақыт ешқашан қайтып келмейді. Сондықтан ата-бабамыз уақыттың қадірін ерекше бағалаған. Өмірде бәріне бірдей жақсы көрінуге тырысатын адамдар көп. Біреудің көңілін қалдырмау үшін өз ойын айтпайды. Өзіне ауыр болса да көмектеседі. Өзі шаршап тұрса да өзгеге қызмет етеді. Бірақ сондай адамдардың еңбегі кейде бағаланбайды. Қанша жақсылық жасаса да, оларды құрметтемейтін, қадірін білмейтін адамдар табылады. Қазақта сыйға сый, сыраға бал деген сөз бар. Оның мағынасы құрмет көрсеткен адамға құрмет көрсету, жақсылық жасаған адамға жақсылықпен жауап беру. Ал сені үнемі менсінбейтін, сөзіңді елемейтін, еңбегіңді бағаламайтын адамның соңынан жүгіре беру, өз қадіріңді өзің түсіру. Ата-әжелеріміз өзіңді сыйламаса, төріңді де сыйламайды деп айтып отырған. Бұл сөздің астарында үлкен өмірлік тәжірибе жатыр. Егер адам сені адам ретінде құрметтемесе, сенің уақытыңды да, еңбегіңді де, ниетіңді де бағаламайды. Кейде біз бір адамның ықыласын күтіп, жылдарымызды өткіземіз. Ол бір күні өзгерер, мені түсінер, қадірімді білер деп үміттенеміз. Бірақ адам өзгергісі келмесе, оны ешкім өзгерте алмайды. Өмірдің ең ауыр өкініштің бірі өз өміріңді өзгенің немқұрайдылығына арнап қою. Дана халқымыз жақсыға жақындасаң, жаның тынығады, жаманға жақындасаң, жаның тынады деген. Сондықтан айналаңдағы адамдарға мұқият қара. Сені алға жетелейтін, сөзіңді тыңдайтын, пікіріңді құрметтейтін адамдармен аралас. Ал үнемі көңіліңді түсіріп, өзіңді төмен сезіндіретін адамдардан қашық болған дұрыс. Бұл жерде тәкаппарлық туралы айтылып тұрған жоқ. Әңгіме өз қадіріңді білу туралы. Өзін құрметтеген адам ешкімді кемсітпейді, бірақ өзін де аяқ асты еткізбейді. Ата-бабамыздың тағы бір өсиеті бар. Жақсы сөз жарым ырыс. Егер бір адам саған үнемі ауыр сөз айтып, көңіліңді жаралап жүрсе, оның жанында ұзақ жүрудің қажеті жоқ. Адамның жүрегі де күтімді қажет етеді. Үнемі реніш пен өкінішке толы ортада жүрген адамның көңілі де жүдейді. Жас ұлғайған адамдардың көбі бір ақиқатты кеш болса да түсінеді. Олар жастық шағымда бәріне ұнауға тырыстым, ал қазір түсіндім. Бәріне ұнау мүмкін емес екен дейді. Расында сен қанша жақсы болсаң да, бәрібір сені ұнатпайтын адам табылады. Сондықтан күшіңді, өзіңді бағалайтын жандарға жұмса. Есіңде болсын, өзіңді құрметтемейтін адамға өміріңнің ең қымбат сыйы уақытыңды берме. Өйткені уақыт өмірдің өзі. Өміріңді қадірлей білсең, өз қадіріңді білетін адамдардың ортасында болуға тырыс. Сонда жүрегіңде тыныш, көңіліңде орнықты болады. Өзіңді бағалай біл, себебі өз қадірін білген адам ғана өзгеге де шынайы құрмет көрсете алады. Өзіңді құрметтемейтін адамға уақытыңды жұмсама. Аз сөйлеп көп тыңдауды үйрен. Әр айтылған сөзге жауап бере берме. Ашумен қабылдаған шешім көбіне өкінішке әкеледі. Уәде берсең, міндетті түрде орында. Жақсылық жаса, бірақ оның қайтарымын күтпе. Сырыңды бәріне аша берме. Ақшаңды емес, мінезіңді байытуға тырыс. Уақыттың қадірін денсаулықтан айырылғанда емес, бүгін біл. Қателігіңді мойындау әлсіздік емес, парасаттылық. Ең қиын жеңіс өз нәпсіңді жеңу. Сенім бір күнде қалыптаспайды, бірақ бір сәтте жоғалады. Ата-ананың қадірін қастарында жүргенде біл. Балалар сөзіңнен емес, ісіңнен үлгі алады. Қызғаныш жүрекке тыныштық бермейді. Бос уәде бергенше үндемеген жақсы. Әр адамға өз орнын сақтай біл.
Білімге жұмсалған уақыт ешқашан босқа кетпейді. Денсаулыққа немқұрайлы қарама. Кешіруді үйрен, бірақ бір қателікті қайта-қайта кешіре берме. Қарапайым бол, бірақ өз қадіріңді түсірме. Әр қиындықтың ішінде бір сабақ жатады. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Ең үлкен байлық адалдық пен тыныш ұйқы. Өзгені өзгертуге емес, өзіңді түзетуге күш жұмса. Шынайы дос қиын күнде танылады. Ризашылық айтуды әдетке айналдыр. Көп нәрсеге сабырмен қараған адам аз қателеседі. Ар-ұяттан айырылған адам бәрінен айырылар. Өмірдің соңында өкінбейтіндей өмір сүр. Жақсылық жаса, әділ бол, адамдық қасиетіңді жоғалтпа. Әркімге ұнауға тырыспа, өз қадіріңді сақта. Уақытыңды сені бағалайтын адамдарға арна. Ата-ананың батасын тірісінде ал. Денсаулықты жоғалтпай тұрып қадірле. Аз сөйле, көп тыңда, дұрыс қорытынды жаса. Ашумен сөйлеме, сабырмен шешім қабылда. Сенімге қиянат жасама. Қарыздан бұрын абыройыңды ойла. Жақсылық жаса, бірақ мақтанба. Әр қиындықты өмірдің сабағы деп қабылда. Сырыңды әркімге сеніп айта берме. Қателігіңнен сабақ ал, бірақ өткенге байланып қалма. Адал еңбектен ешқашан ұялма. Біреуді өзгертемін деме, алдымен өзіңді түзе. Отбасыңды жұмыстан да, дүниеден де жоғары қой. Әдеп пен құрметті ешқашан жоғалтпа. Ризашылықты ұмытпа, барға шүкір ет. Өзіңе зиян келтіретін адамдардан алыс жүр. Ар-ұятыңды сақта, өйткені адамды адам ететін оның ар-намысы. Өмірдің сапасы таңдауларының нәтижесі. Уақыт қайтарылмайтын ең қымбат байлық. Өзіңді құрметтемеген адам сені ешқашан қадірлемейді. Сабыр әлсіздіктің емес, ақылдың белгісі. Әрбір қиындық адамды не сындырады, не шыңдайды. Сенім жоғалса, қарым-қатынастың да іргесі сөгіледі. Жақсы мінез адамға берілетін ең үлкен байлық. Адамның шынайы болмысы қиын кезде көрінеді. Ақша бәрін сатып алмайды, бірақ адалдық бәрінен қымбат. Әр сөздің салмағы бар, сондықтан ойланып сөйле. Кешірім жүректі жеңілдетеді, бірақ бәріне бірдей сене беруге болмайды. Өзіңді өзгемен емес, кешегі өзіңмен салыстыр. Тыныш өмір ең үлкен бақыттың бірі. Ар-ұяттан айырылған адам бәрінен айырылады. Ата-ананың қадірін кеш түсінбе. Балалар айтқаныңды емес, істегеніңді қайталайды. Қанағат байлықтың бастауы. Кейбір адамдардан алыстау өзіңді қорғаудың ең дұрыс жолы. Жақсылықтың ең үлкен дәлелі сөз емес, іс. Өмірдің соңында жиналған дүние емес, жасаған жақсылығың ғана елдің есінде қалады. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.